көп адам аңғармайды, бірақ бұл шынымен де сондай. Что будет с образованием? Біліммен не болады? Екі жағдайдың бірі. Мен оптимистпін. Менің ойымша, біз білім берудегі ең үлкен серпілістің, оң серпілістің табалдырығында тұрмыз. Мен кеше ғана статистиканы қарап шықтым. 92 жылғы шамасы зерттеу бар. Оны 2 сигма зерттеуі, 2 сигма стади деп атайды. Ол зерттеу қарапайым тілмен айтқанда артта қалып жүрген студентті алып, яғни орташа студенттің бағаларының таралу шкаласында сол жақта тұрған қатты артта қалған студентті алып, оған тұрақты жеке тәлімгер берсең, оның нәтижелері 2 сигмаға жылжыды дегенді көрсетті. Яғни, орташа студент үздік студентке айналады, ал артта қалған студент ортадан жоғары студентке айналады. Әдетте сол кезде де, ол зерттеу шыққанда да сын мынадай еді. Бұл әрине керемет, бірақ экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Ал қазір біз алғаш рет өмірімізде бұл мүмкін болатын сәттің табалдырығында тұрмыз. Яғни, тіпті бәріміздің чат GPT-мен сөйлесіп отырып сезінгеніміздей, көптеген адамдар белгілі бір тақырып бойынша сөйлескеннен кейін, жаңа бір нәрсе білгенін сезіп, келесі сұрақты қойғысы келеді. Дәл бір қызықты сабақта отырғандай. Ал шын мәнінде бұл, біз өмірде барлығын қалай үйренуіміз керек сезім. 10 жыл бойы барғын келмейтін жерге барып, айтқын келмейтін нәрселерді тыңдау емес, керісінше, айналаңда сиқырлы білім әлемі құрылып, оған барған сайын тереңірек сүңгігің келеді. Өйткені ол қызық. Осындай әлемді балаға жасау өте қиын. Мен осы мамандықты таңдаған барлық мұғалімдердің алдында басымды иемін. Балаларды оқыту өте қиын кәсіп. Қазіргі жағдайларда адамзат қолынан келгеннің ең жақсысын жасап отыр. Бірақ енді, AI-дың арқасында біз бұрын ешқашан жасай алмаған нәрсені шын мәнінде жасай аламыз. Ол әр балаға немесе әр студентке міндетті түрде бала емес, жеке ұстаз беру. То есть статистика бойынша, егер бала сабақты дұрыс оқымаса, үлгерімі нашар болса, сен оған репетитор берсең, оның үлгерімі жақсарады, және ол өте жақсы оқитын бала болып шығады да, студент болып шығады. Сондықтан бізде, бірақ оны жасау үшін репетитор жеткіліксіз да барлық балаға. Бірақ қазір именно кез келген балаға, кез келген студентке жеке репетитор бар. Ол деген чат GPT, басқа LLM-дар. Ол сізге мұғалім ретінде үйрете алады. Кез келген нәрсені түсінбеген жерінде айтып отырады, бесплатно, почти бесплатно. Сондықтан балаларыңыздың үлгерімі жақсы болсын десеңіз, чат GPT-мен қолдануды үйретіңіз.